осы Абай атамның елінен, Қабанбай батырдың жерінен, шығыс ауа райының төрінен, есіктің жотасы бар нағыз қазақтың Семей дейтін қаласы бар. Сол Семей өңірі Үржар ауданы, Үржар ауылынан шыққан Елена Виктор қызы боламын мен. Және де менің ұлтым орыс болғанымен жүрегім қазақ. Руым Найман, наймандарға мың сәлем беремін. Және де осы 2013 жылда өткен біздің елімізде, біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен өткен «Тілге құрмет, елге құрмет» атты байқауының бас жүлдегерімін. Назарбаевтың қолынан мен бас жүлде алған, Анталияға жолдама берді. Маған сұрақ қояды: сен Елена Виктор қызысың, орыстың қызысың, руың қандай деп сұраған еді. Мен айттым: аға, енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, енді Елена Виктор қызы, руың қандай деп сұрап жатсың, мен найманмын. Айтпайсың ба, шапыраштымын? Мен айттым: ешқашанда мына туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас, наймандарымды сатпаймын. Тағы да наймандарға мың сәлем беремін.